мынау құрметті жігіттер қауымы, осы біз қыздар болып сендерді вообще түсінбей ақ өтетін шығармыз. Кезінде қыздарды түсіну қиын дейтін еді, бірақ қазір заман өзгерген ба, жігіттерді вообще түсіне алмайтын болдық қой. Неге деймін да, сосын сендер өздеріңнің жақсы көретін жүріп атқан қыздарың бола тұра, басқа біреудің қызына жазып, онымен ыржың етіп сөйлесесіңдер, как будто өздеріңнің қыздарың жоқ сияқты қылып. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дегенді білесіңдер ма? Еще көшеде өтіп баратасыңдар, қастарында қыздарың тұрады. Сол кезде бір әдемі қыз өтіп баратсыншы, көздеріңді алмай қарайсыңдар соған. Өзіңнің қызың болса, сол қызбен жүрмейсің ба? Бүйтіп қана, тыныш қана. Болмай ма ондай өйтіп жүруге? Вообще бәріңді сөйтіп сондайлардың бәрін шеттеріңнен тізіп қойып, атып тастаса о шіркін. Саған Балидан жалын сәлем. Мынау жердің шет екен оушым. Бұдан кейін жер жоқ. Ең әдем жер екен да мынау. Қараш. Жуси ғой мынау. Ойбай кокос азаннан кешке дейін. Мынау оушым. Мұхит қой, теңіз емес. Қараш біздің демалатын орында. 30 градус ыстық. Мен күйіп кеттім, брат. Жаңа жылыңмен. Көрдің ба міне? Манго. Брат, және де ғана кокос ішіп алғам. Жаңа жылыңмен, брат. Шын жүректен құттықтаймын. Мен бірде әлеуметтік желіде отырып, Қытай Халық Республикасының Қазақстанға келіп, қазақ қыздарына үйленбейтін ниетте екенін оқыдым, және мені қатты қынжылтқан дүние оған қазақ қыздарының да кетар еместігі. Мен сол қыздарға көп нәрсе айтқым келеді, бірақ ол айтқым келген дүниелердің барлығын мен өзімнің өлең жолдарыма сыйғыздым. Осы өлеңім сол Қытайға тұрмысқа шыққысы келетін қыздарға құлақ қағыс болса екен. Қазақ қызы, саған өзге ұлт арман ба, қазақпенен өмір сүрші мына 5 күндік жалғанда. Өзге ұлттың жігіті не қызғардай, қазақ жігіт, саған жетпей қалған ба. Қазақ қызы, есіңді жи ермегін, Қытай артынан кетуменді ермегін, қаның қалсын, жаның қалсын қазақ боп, қорғай алады сені қазақ ерлерім. Қызық көзді Қытай саған ері болмас, көңілі тіпті өз жұртыңдай кең болмас. Отаныңды, отбасыңды ойласаң, өзге елде терезеңде тең болмас. Қазақ қызы Қытай менен бармағын, түстемесін елім сосын бармағын. Қалай ғана түсінбейсің қалқамау, салайын деп жатыр Қытай қармағын. Қазақ қызы 30 күнге шүкірде, өзге ұлттың жігітіне жүгінбе. Есің болса, ертеңді ойлағын, су ішкен құдығыңа түкірме. Жетеді ғой қазақ жігіт тойлары, қазақ болып сыйластығын жоймады. Біле білсең, қысық көзді Қытайдың соғыссыз жаулап алу ойлары. Қытай келсе, балшыққа батқан мен тең, жерімізде жай барақат жатқан мен тең. Қазақ қызы Қытайға шығарып болсаң, өз еліңді өкіртіп сатқан мен тең. Ойлан қызы, қазағымның қылықты, не қыласын араластырып бұлықты. Қазақ қызсың, қазақ болып қала бер, сақтағайсың атадан мұра ғұрыпты. Қазақ қызы, ақшаға олай алданба, қазағымның жігітінен арланба. Алақанда аялайды ерлерім, қара көзін мына 5 күндік жалғанда.
мен жинабай атып саған жіберем. Дұрыс болмай қалды, че-то қазір кішкене күте тұр досым, болмай қалды.